жеңілдік деп айтайын десем, жеңілдік қой прям. Қазақстанның футболы бүгін өлді деп. Сборныйда ең проблемный позиция ол центр ғой. Кейсің ба? Үш защитнигіміз бар еді. Бірақ боқтағым келді енді. Вороговский бір пенальти алып келген кезде бүкіл Қазақстан Вороговскийдің инстаграмына кіріп ағаш бүйттің да сөйттің деп. Қазіргі сборныйдың составы Қазақстан футболының тарихындағы ең мықты состав деп ойлаймын өз басым. Осымен ойынды ұмытайық енді. Бәріне сәлем, бұл Инсайд подкасты. Бүгін бізде алғашқы шығарылым. Біз бұрын ойлағанбыз, алғаш шығарылымда Грецияны жеңіп, күшті настроениемен бастаймыз деп. Бірақ өкінішке орай кеше біздің Қазақстан жеңіліп қалды. Счетін айтпай қойып, пока что. Бірақ бұл біздің жаңа жобамыздың басталуына еш кедергі болмайды. Инсайд подкаст жобасының тұрақты жүргізушілерімен таныстырып кетейін. Стендап комик, сценарист және Реал Мадрид, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Аль Наср, Португалия, Спортинг, яғни Роналду қай жерде ойнайды, сол жерде жанкүйер, Ерік Нияз. Қош келдің. Қош келдіңіз енді. Келесі жүргізушіні өзім таныстырайын, иә? Аңсаған келесі жүргізушіні өзім таныстырайын, стендап комик, 2010 жылдан бері Ливерпульдің жанкүйері. Иә, шүкір Аллаға. Ливерпуль андай ойнай алмай жүрген кезінде жанкүйер болып кетті. Стюарт Даунинг бар кезде деп айтсаң да. Рулер бар ғой, чемпион болып кеткеннен кейін жанкүйер болып кететін. Аңсаған прям Ливерпульдің шынайы жанкүйер десе де болады. Ливерпульдің болельші. Аңсаған. Рахмет. Және бүгін бізде қонақта Реал Мадридтің фанаты. Реал Мадридтің фанаты. Реал Мадридтің жанкүйері болғандар қатты футбол шайт етпейді деп ойлайтын бұрын. Сен кездестіргенге дейін. Сен кездестіргеннен кейін. Бүгін де дұрыс ойлап сол ойыма көз жеткіздім десем. Біздің досымыз сен жалпы боец. Қай жылдан бері Реал Мадридқа болельшісің? 2013 Атлетикамен ойнаған кезде Серхио Рамос соңғы минутта басты. Кеше бастапсың ғой, среда күні, иә? Баспен болсын. Жаңа ғана айтып едің ғой, білесің ба? Рулер ғой, чемпион болғаннан кейін болеть етіп кетеді. Енді мен 2013-те мен 13 жаста болғанмын ғой. Щеголмын ғой, по сути. Сен 2000-сың ба не? Иә, бірден. Кішкентайсың, қателесіп Реал Мадридқа болеть етіп кеттің бе сол кезде? Жоқ. Мен 2013-те бар ғой, сол финалды бүйтіп ересек адам болып көргем ғой. Үлкен бүйтіп. Қалайтындар өздерің қалай? Нормально. 2013-те мен 11-ші сынып оқып жатыр екенмін, оказывается. Боец, рухфайтинг чемпионы, жақында Москваға барып ничья болып ұтып тұрған жерінен олар өздері бермей, скоро қайттан барып дұрыстап ұтып келем деп тұр ғой. Құлатпай қайтпайын деп. Қалай? Судья сатып алған. Молодец, бар екен ғой жанкүйерлер. Конечно, да. Біздің досымыз футболды қатты жарты етеді деп бүгін шақырдық. Оған көз жеткіземіз. Ярослав Крамбек, қош келдің. Жоқ, негізі көп боецтар деген сөйлей алмайды ғой. Подкасттарда адамдарды көрсе сөйлей алмай қалады. Ярослав ондай емес. Ярославның бойларына 10 мыңдаған адамдар келеді ғой. Бойдан кейін 2 сағат бойдан көп сөйлейтін вообще. Бойдан кейін алып. Дорогие друзья, спасибо. Вот это. Я не согласен деп. Еще бұл бойдан кейін рахмет айтатын. Спонсорларына рахмет айтатын. Оны туламайды. Соңғы Москвада еще деп бір 9 спонсор айтқан шығар. Мына бойдан көп көтерді ау дедім сол кезде. По факту. Вообще ұялмайды, молодец. Бүгінгі үшімізде жақсы араласамыз. Сондықтан біздің жаңа жобамыздың типа басы қол жеңіл тұсаукесер деп өзің шақырдық. Бірақ өкінішке орай кешегі ойын Қазақстан Греция жеңілдік деп айтайын десем, жеңілдік қой прям. Қатты жеңіл. Одан артық жеңілмеген шығар. Случайность деп те айта алмайсың, 5 гол случайно кіріп кетті деп те айта алмайсың. Бір нәрсе айтып берейін, кеше матч басталып жатыр ғой, енді басталды. Настроение күшті болсын, балалармен отырмыз, бәріміз настроение күшті болсын, давайте бастайық деп пицца сондайлар заказ беріп қоямын ғой. Сөйтіп бірінші тайм 4-0-де жеп отырсам соны. Көңіл күй жоқ, пицца жеп, настроение жоқ, 4-0 қадалып. Бірден ойын туралы бастайық. Бірінші ойынға дейін бізде үміт болды ғой. Греция деген Португалия емес, Испания емес. Үміт болды дегенде неше?
соңғы матч пен кешегі матчтың айырмашылығы не промежуток қанша ай болды? Бір 3 ай ма болды ғой, иә? Иә. 3 ай күттік қой осы матчты. Товарищеский Үш ай матчты бойы санамаған кезде. По сути, Греция қай жылдары 2014-те ма чемпион болды 2004-те чемпион болды. Сен 4 жасында әлі сүндетке отырмаған кез. Осы матчтың прогреві дәстүрдің прогревінен күштірек болды деп те қателеспейінше бәрі тиктокқа салып кетті ғой. Греция 2004-тен кейін. Иә, мынандай нәрсе ғой, просто былай Данияны ұтқаннан кейін былай өте обычный болельщик ретінде айтамын, эксперт ретінде емес. Финляндиямен қырылған, Словениямен бүйтіп тірескеннен кейін Греция как будто Люксембург сияқты ше, Сан-Марино сияқты сондай смело ұтып кететіндей көрінді. Смело емес, әйтеуір бір өліп талып болсын ұтып кететіндей көрінді да матчтың алдында. Өйткені сенім болды бүйтіп шығатындай. Мына жақтан Грузия мен Люксембург, мына жақтан Греция мен Қазақстан. Былай қарап тұрсаң, группа смерти емес қой. Бүйтіп кез келген адам. Менде уже морально ұтады деп дайындалып тұр, сен сияқты толтырып андай чипсы, мипсы, семечки бәрін толтырып алған ғой. Соның бәрімен Қазақстан ұтылғанын көргенсің ғой, короче. И біріншіден бірден сұрайық енді, бірінші старт бастапқы құрам дейді ғой. Старты составта мен оқып шығайын. Оқып шығасың ба? Скринде болды. Біріншіден әліп жоқ. Нұралы әліп өткені дисквалификация. Керек емес жерде дисквалификация алған ше. Сол болған кезде нормально ойын болшы. Оқып шығасың ба? Бізде нападение Самородов. Вратардан бастайтын еді, сен де негізі анақта бастап кеткен мәжет. Міне бірден айтып кетейін. Көтенгер жүрмін сондай. 5-3-2 схемасы. Шацкий воротада, ортада Марчкин, екі жағында Быстров пен Ерланов. Әліптің орнына Ерланов шықты. Сол жақта Ян Вараговский, оң жақта Бағдат Каиров. Негізі Еркін Тапалов шығады деп ойлап едім мен. Негізі ладно, Баха шықты. Ортада Патёка, Абзал Бейсебеков, сосын Чесноков, Самородов, и сосын сол жақта Астанов шықты. 5-3-2, 5-2-3 былай кете береді ғой жерде. Енді былай бүйтіп составқа қараған кезде центральный позиционниктен біреу ғана негізі. Былай бүйтіп қарасаң. Визуально қарайсың ғой. Тренер ретінде. Тренер ретінде, игрок ретінде FIFA-да қоясың ғой, мынау ЦП-да ойнайды, мынау ПП-да ойнайды деп қойсаң да, Абзал Бейсебеков ғана, ол опорник ретінде шығып тұр. Батёканы бүйтіп екі жаққа былай орын бүйтіп тартып топты былай жүреді деді да. Астанов сол жақта кішкене бүйтеді, Самород алды да, Чесноков алдыңғы ойындарда ортада ойнағаннан кейін бүйтіп кетіп алдыға кетіп, сөйтіп былай шатастырамыз деп ойлады ғой. Мен де составты шығарған кезде мынау күшті состав деймін ғой. Былай қарасаң, бәрі жақсы. Астанов енді форма жинап келе жатыр. Еще бізде Қазақстан чемпионаты енді басталды. Игроктардың бәрі ешқайсысы формада емес деген сияқты ол нәрсе. Но сбор жасап өйтіп әйтеуір жинап алған тұрады. Типа Астанов енді. Басында мен бірдеңе істейтін шығар деп ойлаймын ғой. Басында игроктар шығып ғой, ансаң. Игроктар шығып ғой. Шығып жатқан кезде біздің игроктарды камерамен көрсетті ғой. Марвелді көрсеткендей көрдім ғой мен деген. Каждый герой сияқты көрдім көзіме ше. И құрам жақсы, мынандай айтпақшы, разделокада мынандай әңгіме болып тұр, Адиев жігіттерге айтқан екен. Менің ұлтымды, яғни шешен халқын сендер кезінде қазақ халқы құтқарып алғансыңдар. Мен бұл жерге сол рахметімді айту үшін келдім. Кайф. Енді сендердің рахметтерін осы қазір алаңға шығып көрсетулерің деген сияқты сондай бір мағынада айтқан екен да. Онда анадан кейін енді любойын деп тұрасың ғой. Шешен демекші, шешендер футболда емес, осы бокста да, каждый бойдан шешенсімен шығам отыр бойға. Сида Қазақстан туралы айтып кетеді ғой. Мен бір рет емес, екі рет емес, 3 рет шығар естігем. Бір шешен мысалы бойдан кейін маған енді қазақты шығармаңдаршы дейді ғой. Өйткені қазақтармен біз исторический доспыз. Күштіген, иә? Төбелес болған соң айтады бірақ бір жаман. Төбелес болған соң төбелескен кейін айту. Есіне бір сал жүру сияқты. Өйтіп міне бастап құрам. Енді менде бір сұрақ өздеріңе де. Кім жеткен жоқ? Әліпті санамай-ақ, ол әліпті бар болса шығаратын ек қой. Оразов стартта шыққан кезде тоже. Оразов стартта шыққанда дейтін екінші таймда бәрінде өкініш болған сияқты. Өйткені екінші таймда шыққан кезде бір пас, екі пас, түк-түк бірдеңелер істеп. Екінші таймда. Не үшін Оразовты ұстап отырды? Мен де соны түсінбедім. Жоқ, мен примерно маған состав ұнады негізі шыққан кезде. Жоқ, состав ұнады, бірақ
мынандай ғой, біз ойын біткеннен кейін айту оңай ғой. Если осы составпен ұтып кетсе, Оразов дұрыс болды, заменада бастағаны, екінші таймда шыққаны дұрыс болды деп сөйтіп Адиевті айтатын ғой. Бұл жерде енді біз айта береміз енді, бірақ обсуждать ету керек. Оразов бірден айтты, мысалы Асхат Тағыберген неге шықпағанын айтты. Өйткені ол алдыңғы товарищеский матчта Дубайда 10 минут қана ойнаған, ол типа 20-30 минут қана ойнай алады деді Адиев. Сөйтіп бір 60-та 70-те шығарып, соңында контроль ұстауға, там бүйтіп дальний бір навестерді беруге деп 60-та отырған шығар Асхатты. Өйткені Асхат енді травмасынан жазылып сөйтіп келе жатқан еді. Бірақ Оразовтың жетпей қалғанда көрініп қалған сияқты, өйткені ортада Исламбек Қуат та жоқ қой. Абзал Бейсебековтің орнына екеуі бірге ойнайтын еді ғой. Екі сөйтіп, немесе Исламбек Қуат 60-та шығып, өзінің жол тиын алып, сөйтіп сондай енді дефолтный ойнайтын ойыншы еді ғой. Жоқ, менің ойымша Оразов шықпады деп бірақ уақытта айтуға болады. 1-0 ұтылып жатса, там 5-0 деген кезде уже біздің команда в целом опыт жетпеген сияқты, менің ойымша. Типа, биыл біраз опыт жинап алды, бірақ келесі жыл одан да қаттырақ ойнайтын сияқты. Келесі циклда ма? Келесі циклда. Келесі циклға өкінішке орай оған дейін уже біраз уақыт бар. Ол кез бірақ сол уақытта біздер уже примерно түсініп алған сияқтымыз. Европада басқа топ мемлекеттермен ойнау керек. Голдан бастайық енді. Матч басталды. 9-шы минутта гол салды. 9-шы минутқа дейін ойын түсініксіз. Кімде былай біреу бүйтеді, Греция бүйтіп бара алмайды, Қазақстан жүре алмайды. Бізде былай болған, пока что пас беріп аяққа сезді. 10 минутқа ма кешіктік матч қарауға. И кіріп матч қосып қалсақ 1-0 болып отыр ғой. Пенальти сеуіп отыр ғой уже. Бірінші голда Бағдат Қайыров өкінішке орай пенальтиді алып келді. Адиев ойыннан кейін айтты ғой, типа Бағдат Қайыров пенальтинен кейін ойынға оралып алған жоқ деп. Өйткені осындай маңызды ойында сен пенальти жасайсың, и сен командаң өткізеді, и бүкіл бастапқы планың бұзылып кетеді. Адиев негізі примерно 30-ға дейін 0-0 ұстап, әрі қарай кішкене гректер шаршаған кезде контроль болады, өйтіп бүйтіп деген сияқты план құрды ғой. И 1-0, 10-шы минутта уже сен планың дұрыс мимо кетіп бара жатыр да. И Адиев айтты осылай. Неге қиын Бағдатқа, өйткені бізде давление ғой. Бір голдан кейін алдын Вороговский бір пенальти алып келген кезде бүкіл Қазақстан Вороговскийдің инстаграмына кіріп, ағаш, сен бүйттің да сөйттің деп жоқ қолды жіберді ғой. И бірақ гол салған кезде ешкім ит жазбайды. Гол салған кезде молодец, келесі жол тағы сал деген сияқты. Сондай салады ғой. Просто сол жердегі напряжение Бағдатты бір сандар жібергендей болды. И шынымен уже дальше ойынға оралған жоқ дейін. Бірдеңе істесең, как будто тағы бір пенальти болып жіберетін сияқты ма, бірдеңе істей жіберетін сияқты ма. И сөйтіп 1-0 өттік. 1-0 бірақ та 1-0 ұсынбадық. Данияға камбэк жасағаннан кейін ондайлар біз үшін типа қатты емес қой енді. Ойын жүріп жатыр, одан кейін ойын как будто гректер допты бізге берген сияқты, бірақ біз алғымыз келмеген сияқты ма, поперечный пас дейді ғой, разрезный пас па, қалай айтушы еді. Сол үшін мен Ерлановпын, Темірлан Ерлановпын. Мен сол үшін Марычкин мен артында ойнаса, мен Марычкинге артқа беріп, немесе мына жақтан с левойда Вороговскиймен ойнар емес, Ерланов былайынан пас берем дейді ғой. Разрезный пас дейді ғой. Алдын Ливерпульмен кім ойнаған кезде, Юнайтед ойнаған кезде, Нунис сондай пас берген. 4-3 болып ұтылды ғой, өліп. Сол кезде Нунис сондай разрезный пас берем деп. Өліп теме 4-3 нормально ұтылу. Бүйтіп пас берем деп, сөйтіп атака етіп қойған еді. Ерлановтың голы, екінші гол содан ғой. Ерланов беріп қойды, босын сол жаққа барған кезде не доработал, и көтерді. 3 защитнигіміз бар еді. Бірақ өкінішке орай үшеуінен де өтіп кетті, там Быстров қайтып үлгермеді деген сияқты, сөйтіп екінші гол кірді. Үшінші голда сондай болды, иә, негізі. Үшінші голға бармай тұрған, әлі 5 голды айтамыз қазір. Енді 2 гол кірді, әлі де үміт бар ғой. Сонда да біз Даниядан 2-0-ден алып шықтық қой. И вот енді ойынға ораламыз ау деген жүрген кезде сумбур ғой поляда. Ондай ойын жоқ. Вообще жоқ болды. Чесноковтың штангысы осы жерде болды ма? 2-0-ден кейін болды. 2-0-ден кейін. 2-0-ден кейін Чесноков сол аяқпен ешкім теппей ма, не, онда өзім тебейін деп тепкен. Қорғаушыға тиді. Вратарь не істеп тұрған білмейді. Штангіге дауыс шықты да ғой, даже. Дауысы шықты да. И ана вратардың түріне қарасаң, 5-6 гол өткізетін сияқты ғой.
мынандай айтып қойған. ол бар жатар слабый деп неше рет айтты ғой комментатор. Сол білмеймін енді осы жерде енді ойларың 2-0 болды енді иә. 2-0-ден кейін ойынға оралуға болатын еді ғой. Конечно, оралуға болатын еді. Уже Данияға камбэк жасағаннан кейін Грекияға 2-0 дейтін вообще. Мен даже 3-0 болғанда сенгем кішкене. 4-0 болғанда сенгенмен даже. Білмеймін, уже Қазақстан ұта бер, невозможно нәрселерді көп істегесін ба, уже сене беретін болған ғой. Сонда да үмітпен отырасың ғой. Мен Реалдың фанаты болған соң сендім камбэктері. 3-0 болды сосын. 3-0 болды. Үшінші гол. Ары қарай мен қазір голдардың бәрін кімнің ошибкасы, кім былай істеді деп айтайын десем, настроением түседі бар ғой. Мен жылағым келіп кетті ғой кеше. Бүйтіп евро деген үміт беріп қойды да бүйтіп. Иә. Ол невозможно нәрсе еді ғой негізі. Негізі біздің қазіргі инфраструктурамен негізі әлі де невозможно. Чудом шығып отырық біз негізі евроға. Чудом жақындап отырық. Айналдырған бір 1,5 стадионның бар Қазақстанда да. Бүйтіп сезон басталды. Ешкімнің өзінің стадионы дайын емес. Региондарда футбол ойнап жүріп, мына жаққа барып ойнап жүріп, сөйтіп шығып жатырық та. И оның өзі бір фантастика негізі. Ондай стадиондармен, ондай нәрселермен шығу қиын негізі. Бірақ КФФ, Қазақстан футбол федерациясы әйтеуір сборныйға жағдай жасап, бүйтіп қалай айтады, маркетинг деген жақсы жұмыс істеп кетті ғой сборный. Өйткені сборныйдың матчын қарау қызық болып кетті ғой бір моменттерде. Кәдімгідей. Ол сборный жақсы ойнағаннан емес, ол сборный онша емес ойнағаннан бастап кетті ғой. 1-0 ұтылып бастаған кезде де Астана аренаға адамдар жиналып, Нұрлан Қоянбаев 12.000 ту ма, 16.000 ту ма, сондай ту әкеп берген кезде и уже как будто осыған дайындалып келе жатқан сияқты болдық та. Евроға шығатын құсап түк жоқ. 5-0 шықпайсыңдар. Кеше мынандай әзіл шығардым. Қандай? Енді әзіл шығаруға шамам болды өкінішке орай. Қазақстан деген сөз грек тілінен аударғанда 5-0 деген мағынаны білдіреді. Біз көп нәрсені грек тіліне аударамыз ғой. Иә, негізінде иә. Сондай тамаша әзіл, бірақ ешкімге пайдасы жоқ қандай. Күлсең андай через боль күлесің дейтін күлкі ғой, әзіл ғой сондай. Мен ойлаймын 5-0 деген бәлкім бізге урок болған шығар. Типа Жүгінен бастап алдын бізге кімнен болды? Словения мен Финляндия мен дома 1-0 ұтылған кезде сондай кездерде уроктар еді ғой. Ол деген. Но уже 5-0 деген урок болды. Енді ладно, бірінші тайм бітті, 4-0. Настроение жоқ. Екінші тайм қараймын ба, қарамаймын ба? Екінші таймда бізде пландар болды кетіп қалатын. Бірінші таймнан енді мен былай ойлағам ғой. Бірінші тайм 2-0 бітсін. Бүйтіп 70-ге дейін иықпен гол кіріп кетеді, бірден ақ кіріп кетеді да. Уже ары қарай гректер сынады ғой. Иә. Қанша спартанспын деген мені де по-любому сынады шығар деп ойлап 90-да бүйтіп біреу желкесіне тиіп кіріп кетеді деп ше. Сондай сказкаға сеніп отырмын ғой. 3-0, 4-0 и 4-0-ден былай ойлаймын ғой. 60-ға дейін бір гол, 70-ге дейін бір гол, 80-ге дейін бір гол и 90-ға дейін бір гол деп ойлаймын ғой. Идеально ғой, каждый 10 минут сайын бір гол. 2 гол тықпсашы, гректер өздері қалған 2 голды өздері тығып береді деп ойлаймын ғой. Сөйтіп 60-ға дейін момент аз, ораз былай істеп жатыр, бүйтіп жатыр, тырысып жатыр, үйтіп жатыр. Сөйтіп 61-де ма, 62-де Чесноковтың удары. Ол 2-0 деген сол. Угловой болады ғой, 61-де. Угловойлардың ешқайсысы да жұмыс істеген жоқ кеше кіммен. Мен былай ойладым өзім. Түркменстанмен ба? Түркменстанмен товарищеский матч ойнады ғой, білесіңдер ғой, осы Грецияның алдында. Трансляция болмайды, ешкімге көрсетпейміз, обзор болмайды. Біздің тактикамызды дайындаймыз деді ғой. Только счетты ғана шығарды, білесіңдер ғой, 2-0. Фото ғана шығарды, ешкімге айтпаймыз деп. Мен ойладым, Грециядан біреу барып көріп қойған сияқты соны. Ол біреулер баяғыда білесің ба? Бір Марсело Бельза дейтін тренер бар, Лидстің тренері. Чемпионшипта жүрген кезде басқа командалардың тренировкасына өзінің адамдарын жіберетін ғой. Янағар қарап отырдың да. Сондай қулықтар болған. Мен ойладым, Дубайда неужели бір грек жоқ? Стадион, иә?
Дубайда не көп деді ғимараттар көп қой. Алыстан біреу дүрбімен отырды да айтты, Қайыров бірдеңе болса шал жібереді екен, Ерланов мына жақтан поперечный береді екен деп, сөйтіп бір гректер алдап ұтып кетті деп сеніп отырса просто. Короче, сондай предположение. Кеше күннен бастап қазақтар греческий салат жемейді дейтін де бар. Кеше мынандай болды еще. Кешке гречка жейміз деп отыр едік, өзіміз наурыз көже болып отырмыз ғой. Мыжылып. Гречка жейміз деп таяқ жеп қалдық қой. Иә, күшті. Гречка жейміз деп таяқ жеп қалдық қой. Ол да күшті. Енді мен бұл ойын туралы айта беруге көп нәрсе айта беруге болады. Мен бірақ мына нәрсені айтқым келіп тұр. Мына ойыннан кейін енді опустошение болды ғой бәрімізде. Иә. Бүкіл Қазақстан бір моментте мынандай болды. Бүкіл Қазақстан қарап отырғандай болды сол ойынды. Инстаграмға кіресің, бәрі сол Қазақстан Грецияны қарап отыр. 2-14-те үйленейін бәрінде тренд болып кетті ғой. И кімде 4-0-ден кейін де ничего страшного дейтіндер болды. Ондай мындай екіншісі типа позор, үйтті, бүйтті деген. Өйткені осы матчтың алдында біздің құраманы даже Қуат Хамитов та. Мысалы мен бой бітті, мен Қуат ағаның несін күтемін ғой. Инстаграмға пост салады ғой, короче. Қазақстанның футболы бүгін өлді деп. До конца ғой, Қуат Хамитов до конца бітеді ғой. Жоқ, Хамитов басында негізі қолдады ғой. Негізі болеть етті. Қуат Хамитов қолдағаннан кейін неужели ұтпайды деп ойлаймыз ғой. Бірақ өкінішке орай жеңілді, ойыннан кейінгі эмоцияларымен бөліссең. Кстати, Қуат Хамитов Ерасылдың братаны болып келеді. Ең басында попымаға келген кезде Ерасылдың наставнигі болды Қуат Хамитов ағамыз. Бірге неге бойларға барып поддержить етіп, подсказка беріп. Если что, төбелеске шақыратын екі адам бар. Жоқ, мен ол емес, вообще. Ерасылда қуанды ма деп қалдым. Жоқ, қуанғанда, Қуат Хамитов қуанған жоқ қой. В целом ол негізі топитет Қазақстан футболына, просто именно айтатыны сол коррупцияға, там ақша несіне соған шашит, сосын айтатын шығар, скорее всего. Но в целом Қуат ағаны мен по-любому қолдаймын ғой, ағам болған соң. Ойыннан кейін Ерасыл қандай? Ойыннан кейін бір боқтағым келді енді ғой. Бірақ нормально андай. Мен футбол прям қатты не істемеймін да, қатты қарамаймын да. Кішкене обидно болды. Не жетпеді деп ойлайсың? Қазақстанға ма? Иә. Әруақ жетпеген сияқты. Мүмкін Оразды бірінші таймнан деген сияқты енді айта беруге болады ғой қазір. Бізді айтқаннан еш пайда жоқ, бірақ просто бірінші голдан кейін ба, даже жан кеткен сияқты, тез гол салғаннан соң. Бірінші гол кірді, сразу ойын бұзылды, содан кейін ойлап тұрмын. А так настроение өте қатты құлап кетті негізі. Жоқ, Адиев ше осы подкастты қарап отыр да. Ерасыл бүйтіп айтты екен, онда тактика өзгертеміз. Мнениесі влиять етсе. Ерасылға жазса Инстаграмға. Брат, боссың ба бір күн тактиканы? Ақылдасайық. Прикинь, бір күні реально сол тактикамен чемпионат мирға өтіп кетіп, чемпион болған интервью өтеді. Енді бұл менің арқам емес, бір Ерасыл Акрамбек деген инсайт подкастқа барып, осындай бір тактика айтқан екен. Сол подкаст тыңдап едім. Осы көбікті Ерасыл бауырыма табысталғың келеді. Сен мына жақтан шығасың ше, Ужандай сақалың өсіп кеткен. Сен Ужандай өзің Қуатын Айманов болып кеткенсің. Қуат аға, мен айтқан жоқпын. Қуат аға, кешіріңіз. Баяғыда сондай прикол бар еді ғой. Қуат ағам дейтін, е? Айтпай кеткен нәрсе, мен Ерасылдың менеджерімін. Өзін ақтап отқан ше. Еш жоқ, Қуат ағаға айтамын ғой, тиіспесін деп. Иә. Бірақ тыңдай ма сен? Білмеймін ғой. Мен, кстати, бойдан кейін қандай мнение оған айтайын ба? Бойдан кейін. Бойдан кейін ба, ойыннан кейін ба? Сол бой екен, миым болып кетті ғой. Тоқтайтыр, ойыннан кейін матчты бірге қарадық, бұл матч қараған жоқ, даже күліп қуанып жатты. Бәрі болды. Сторисін көрдің ба кеше? Бұл деген гректердің, типа, қазақтардың көз жасы жоқ қалай еді? Хейтерлердің астына алып қойырмын. В общем, ойыннан кейін андай мнение болды ғой. Бүйтіп ойланып оттым. Төбеге қарап ойланып оттым да. Или жаралы сезім екі көре салу керек еді ма? Сонда да енді біздің сборныйға рахмет айтқым келіп тұр. Енді 5-0 ұтылса да надежда берді ғой.
Данияны 3-2 ұтты бір матчында. Сол Даниямен ойында болғам. Сен болдың, сен сторисімді қарап көре алмай отқам сол. Мен мына жерге бүйтіп бұрышқа шығарып қояйық, мен сол матчтағы эмоциямды сендерге көрсетейін. Давай. Алғашқы история басталған кез. Даниямен адам аздау болды, өйткені одан алдын Словенияға 1-0 қадалаттық та. И екінші ойын Даниямен болды, 3 күннен кейін қателеспесем. Сол кезде осындай эмоцияға дайындалған ғой кеше. Осы видеоны көріп алып, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Жоқ, мен ойлайын да, мысалы, саған пайызлы, сен Астанаға бардың, Алматы Астанаға 15 мың теңгеге билет алып ше, и Данияны ұтып кетті ойлашы. Ал Алдиктар Афинаға барды да ойлашы, и 5-0 ұтылып қалды. Сонда да молодцы. Мен Арчи, Алдиктарға прям алғысым шексіз. Ойынға барған барша көрермендерге, жанкүйерлерге мың алғыс, өйткені ойыннан кейін де сол жердің мусорын жинап, соңына дейін жанкүйер болып, жігіттерге қолдау білдірді. Сосын организаторлар ойлаған шығар, қазақтар ма, японецтер ма? Мен де көріп қуандым кәдімгідей. Мусорын жинап отқаннан кейін. Енді ойыннан кейін Адиев айтты, бүкіл бұл жеңіліс менің ойынымда, менің ошибкам, жігіттерге кетуге дайынмын деп, қойындар деген сияқты. Мен қазір-ақ отставкаға беретінім деді, бірақ бұл мен қолымда емес. Біз осы циклды бастаған кезде осындай әңгіме болды. Мен осы 26 мартқа дейін, яғни Евроға шыққанға дейін, шығамыз ба шықпаймыз ба бәрібір, соған дейін контрактым болды. Енді біз Әділет мырзамен сөйлесеміз деді, ертең КФ-ның бастығымен. Сөйтіп келесі циклға кіреміз ба, кірмейміз ба, оны көре жатамыз деді. Енді келесі циклға Адиевті қалдыру керек деп ойлайсыңдар ма? Мен личный ойым осындай. 5-0 ұтылды дейік, но қазіргі сборныйдың составы Қазақстан футболының тарихындағы ең мықты состав деп ойлаймын өз басым. Келісесіңдер ма? Евроға ең жақын болған осы, және ең лучший да осы шығар, өйткені баяғыда көрінгеннен ұтыла беретін ғой. Францияда 8-0 ұтылдық, білмейсің. Сан Маринді әрең ұтатын едік қой. Андорраны әрең ұтатын едік қой. Андорраны әрең ұтатын едік қой. Ярослав, сіз не дейсіз? Мен ба? Адиев помощник тренер болсын, тренер Қуат Хамитов болсын. Қалай? Орапта. Қуат Хамитовты помощник тренер алғайық та. Или оратын, иә. В общем, сондай бірдеңке болса нормально. Қуат Хамитов жақындамайды футболға. Ол кісі жақындамайды деп ойлаймын. Жоқ, қалжың ғой. Думаю, қалған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Потому что осындай ойынға жеткізді ғой қазақтың футболын. Қазір Қазақстан сборныйынан топ мемлекеттерде қатты дайындалатын болыпты ғой. Бұрын есінде ме? Левандовский Қазақстанмен ойнар алдында біраз артық сөйлеп еді ғой. Смело күтеміз де. 2-2 болды. 2-2 болды на самом деле. Исламханның мойнынан қалды. Ал қазір үйтіп біздің елімізге қарсы пресс-конференцияларда басқа мемлекеттің футболисттері үйтіп көп сөйлей алмайды. Өйткені ұтылып қалуы да мүмкін олар. Кеше ойыннан кейін Костас Симикас деген Ливерпульдің ойыншысы, комментаторлар айтты ғой. Юрген Клопптың шәкірті деп айтты ғой. Сол жігітті айтты, 5-0-дің өзінде де Қазақстан берілген жоқ. Өте аянышты осылай ұтылғаны деген сияқты жігіттерге қолдау білдірді. Еще ойыннан кейін Батеканың жылағанын көрдік. Батека сенің досың, кстати. Батека менің досым. Батека жылаған кезде көрініп тұр да. Осы камераны пайдаланып, Батека бауырына бір қолдау білдіріп жүрсе. Батека деп. Келесі циклда бұйыртса, уже келесі цикл 2026 әлем чемпионаты ғой. Әлем чемпионатына бұйыртса өтеді. Өйткені мына составтан обновить етілетін адамдар көп. Кеше мысалы үшін заменаның өзінде де кім шықты ғой? Садыбеков па? Новый игрок, дұрыс айтып тұрмын ғой? Жаңа игрок, Садыбеков шықты. И қалай ойын өзгертті? Центрға. Қазақстанда сборныйда ең проблемный позиция ол центр ғой. Полузащиттар жоқтың қасы, там бір функцияны многофункциональный полузащитник дейді, ондай жоқ. Мысалы үшін Абзал болса, Абзал чисто опорникқа жауап береді. Қуатты шығарсаң, Қуат та соған жауап береді да.
и оларға андай пас беретін, ойнатып жіберетін Асхаттың қасына, Оразовтың қасына біреу жоқ деген сияқты ғой. И біздің сборныйға осы нәрсе жетпеген сияқты. Ортада доп ұстау, ортада не үшін біз 5 защитникпен ойнаймыз? Өйткені полузащитник аз. Егер бізде мықты полузащитник болса, біз ойнауға болушы 4 защитникпен, 4 полузащитникпен, 2 нападающиймен деген сияқты. Бізде игроктардың выборы аз, сондықтан осындай нәрсемен Адиев осыған жайдан жай 5 защитникпен ойнағымыз келмейді. Бізде ойнағымыз келмейді. Негізі, может, одан да жақсы андай схемалар бар ма еді мүмкін деген сияқты. Более выигрышный, более выигрышный. Бірақ енді бұл да жақсы, осымен де бәрін тұтып келе жатырмыз ғой. Енді не жетпейді, мен ойлаймын, полузащитниктер уже Қазақстандағы қазір клубтарда ойнап жүрген полузащитниктерге бұл вызов, ЦП-ларға, легионерлерге лимитті алып тастағаннан кейін одан да қиын, өйткені бүкіл қазақтарды емес, басқа жігіттерді шығарады. Сол кезде біздің полузащитниктер әзер ойын практикасын алады деген сияқты ғой. Ертең бұйыртса 1,5 айдан кейін, 1,5-2 айдан кейін Айбол Айбекен оралады профутболға. Менің досым, әлі 2,5 жыл болды менің авамда Айбол Айбекен тұрғанына. Кейсің ба? 2 айдан кейін бұйырса оралады, өзінің формасын жинап, келесі циклға жақсы бір орталық жартылай қорғаушы деп ойлаймын. Енді Адиев қалса дұрыс, өйткені келесі тренердің схемасына, келесі тренердің менталитетіне полностью қайттан кіру, ол да бір ұзақ орын алады. Өйткені Адиев мұнаған бірден біз Данияны жеңіп бастаған жоқпыз ғой. Жайлап бастадық, бүйтіп кірдік, бүйтіп. Осылай ондай ход алып, осыған дейін келдік. И осындай бір 3 ай перерыв болып қалған кезде, мүмкін осындай ұтылып қалдық. Мүмкін біз ноябрьде ойнаған кезде, может, ұстар ма Грецияны. Өйткені форма жоғалтып алдық. Ал ол кезде Грецияның ойыншыларының бәрі сезонда ғой. Бізде сезон наоборот қой, бізде қыста демаламыз, жазда ойнаймыз деген сияқты. Оларда наоборот қыста демалады. Қазір ең оптимальный формаларында бәрі европейский сезондардың. Ал қазақтар уже кішкене демалып, енді бастай бастаймыз. 3-ші тур ма, 2-ші тур. Үйті ол қазақтарды әлі шығарып жатқан жоқ, өйткені лимит деген нәрсе бар. Еще 13 команда деген бір команда алып тастады ғой КПЛ-дан. Еще там бір апта бос қалады кейбіреуінде. Кеше Ақтөбе сол үшін Турцияға сборға кетті ғой. И сондай деген сияқты. Сондай факторлардың барлығы ойнаған сияқты. Кешегі Азат Максум жеңілді ғой. Аз барып дайындалды ғой деген сияқты. Сондай ол Азат Максум слабый деген сөз емес ол жігіттен. Просто ол бір определенный моменттерде дұрыс емес болды да, дайындығы, немесе ан жаққа барып джетлаг дейді, ана уақыт үнемдеуі деген сияқты. Оптимизацияны өту бәрі қиын, ұзақ уақыт керек. Қазір ұшып кетіп, таңертең Москвада төбелесе алмайсың ғой деген сияқты ғой. Сондай нәрселер. И мына жақта да сол футболда, бірақ уже более форманы жинау, сен пока что фонда сборда жүрген кезде қатты напряг беріп тастайсың сезонға деген сияқты нәрселердің бәрі ойнаған сияқты. Сөйтіп жеңіліп қалдық деп ойлаймын енді. Бірақ Адиевті қалдырып, келесі циклға уже жаңа полузащитамен, нападение жақсы, Самородов, Чесноков дегендер, кеше ертең Ақтөбенің бір нападающий Ыдырыс Умаев деген, қателеспесем, Ыдырыс Умаев деген Қазақстанның гражданствосын алыпты деген сияқты. Сондай легионер ма? Жоқ, уже легионер емес. Уже легионер емес. И мысалы үшін Абатта, неге кеше Абатты шығармады дейтіндер бар ғой, өйткені Абат Турцияда ойнап жүрген жоқ, практикасы аз. И осындай бүйтіп составты толықтырып, келесі циклда уже жақсы бір көңіл күймен шығамыз деген үміттеміз. Енді бізде алда келе жатқан Лига наций, ол жоқ, негізі тек қана осы жаздағы циклға ғана дайындалмай, 10 жылдан кейінгі, 20 жылдан кейінгі футболға да уайымдау керек сияқты мен ойымша. Стадиондар салып, стадиондарды, детский академияларды. Например, андай проблема бар сияқты біздің футболда. Мен футболда қатты не разбираюсь, но осындай проблема бар сияқты. Мысалы, детский тренерлар, олардың зарплатасы аз, и олардың 3-ші жұмысы футбол болады, 3 жұмысы бар, 2 жұмысы бар, и олар футболға көп көңіл бөле алмайды. Солардың зарплатасын көтеру керек, возможно. Бір түбінен бастап. Сол үйрететін адамдарға условиясын жасап берсе, неге болмасқа. Менің ойымша, қазіргі сборныйды көрген, мысалы үшін 10-15 жасар балалар футболға қатысып жүргендер, ол нәрсе возможно екен білді да, ертең бізге алдыда көмектеседі деп ойлаймын. Өйткені кесен Данияда Эриксенге қарсы ойнап жүрген кезде өздеріне де мотивация ғой. Бір күні әйтеуір Мбаппеге қарсы ойнаймын деген мотивациясы бар шығар деген сияқты. Мбаппеге қарсы не только ойнаймын, и ұтамын деген сияқты. Мбаппеге қарсы ойнау да
ойнап жүргендер қаншама олар. Еще андай нәрсе байқадым. Мысалы, мен кішкентай кезімде үлкен футбол никак ойнай алмайсың ғой. Тек футзал ғана ойнай аласың. Өйткені футзальный полеларда бар. Осының қатысы бар ма екен осы үлкен футболдың Бізде футзал жақсы ғой, чем үлкен футбол. медленно дамуына. Футзалда Қайрат Топ қой. Семей жақсы команда жинап алды. Футзал не үшін жақсы? Өйткені бізде футзалдағы легионерлер и тренерлер сөйтіп футзал тез дамытып жіберді да. Не только легионерлер, қазақтар да жақсы ойнайды, кстати. Вот мысалы үшін неге қазақтар жақсы ойнайды? Өйткені мысалы үшін командаңда ойлашы, сенің 5 жыл подряд лучший вратарь болған по всему миру Игита бар. Сен лучший защитник бар Дуглас деген сияқты. Сондай нәрселермен бір жандар, дәурендер мықты ойнап кетеді. Сен абайдың сөзі бар ғой, естінің қасында жүрсең сен де есті боласың дейді ғой. Мықтылардың қасында жүрсең сен де мықты болып кетесің ғой. Ал сен мықты болып онша еместермен ойнасаң сенің уже формаң жайлап түседі деген сияқты ғой. Сол үшін Криштиану ладно, ойнап айтамын. Футзалда просто ақша аз кетеді ғой. И сол үшін ол жақта оңайырақ. Футзалда ойнайтын ойыншылар мен футболистердің біздің зарплатасы жер мен көктей ғой. Чтобы ты понял. И олар біз футзалға ондай бір бүйтіп міндетсіне алмаймыз да. Неге бүйтпейсіңдер, сөйтпейсіңдер деп. Өйткені олар и так жақсы көрсеткіш көрсетіп жүр. Ондай прям үлкен бюджетпен емес болса да. Бұйырса 2024-те болса ноябрьде Өзбекстанда әлем чемпионаты өтеді. Сол әлем чемпионатында Қазақстан өнер көрсетеді. Өттік біз и соған қолдауға барайық. Футзалды да. Футболды енді келесі циклға қалдырамыз. Қазақстанның құрамасының ойыншылары осы маусымда өз клубтарында жақсы өнер көрсетеді деп ойлаймыз. Ол оның ішінде Нұралы Әліп те бар, Бақтияр да бар, Абат та бар, сыртта ойнап жүрген. Оларға көбірек игровая практика береді деп ойлаймыз. Тренерлер өкінішке орай қазір үшеуі де аз ойнап жүр. Әліп основада жүреді, қазір өкінішке орай алып тастады деген сияқты ғой. Қазір Роналдудың тренері Зайнудиновтың тренері ғой, қателеспесем. Бешикташтың тренері емес пе? Сондай бір деңгесі бар. Қатты бір разбираться етпейді екен. Сосын мынау лимит деген нәрседен біздің легионерлерден де жақсы ойнап біздің жігіттер основаны алып алады деп ойлаймын өзіміздің клубтарда. Өйткені алдын білесің ба, мысалы үшін алдыңғы циклдың матчтарында, сборныйдың матчтарында Исламбек Қуат, Абат Айымбетов ойнамайды да Астанада. Сборныйда ойнайды. Өйткені сборныйда басқа адам жоқ та ойнатады. Деген сияқты осы жолы енді бәрі басқаша болады деп ойлаймыз. Осымен ойынды ұмытайық енді. 5-0 деп. Кеш қашан, соңғы рет қашан кімді ұттыңдар деген кезде Данияны 3-2 деп айта берейік. Құрметті көрермендер, бізде осы маусымға, яғни осы маусымда бізде мынаншама выпуск болады. Оны айтпаймыз біз пока сіздерге. Сол келген қонақтарға барлығының арасында бізде допты тебумен, яғни набивать етумен жарыс болады. Маусым соңында ең көп набивать еткенге өзіміздің арнайы сыйлығымыз бар. Бүгін сол ойынды бастайтын Ерасыл және Ерік мен көреміз. Ал құрметті көрермендер, біздің алғашқы қатысушымыз Ерік Нияз өзінің тамаша ойын өнерін көрсеткісі келіп отыр. 10-нан асады дегенге 8.000 теңге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тамаша, менің үмітімді ақтады. Екінші қатысушы бізде Ерасыл Акрамбек. Алғашқы қонағымыз, қолдау шапалақтар болса. Көрейік, Ерасылдың Қазір Еріктің рекордын жаңарта ма, әлде досынан аз тебе ма? Бақан жалып берем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Тамаша. Ерасылда 14 ұпай. Әзірге бірінші орында тұр. Егер осыдан кейінгі қонақтар бұл рекорд жаңартпаса, арнайы сыйлықты сен алып кетесің. Келесі набивать ететін Садырханов Аңсаған. Көрейік Аңсаған қанша набивать ететінін. Аңсаған өмірінде ойламаған шығар набивать ету пайда қазатынын. Ерік 9 рет, Ерасыл 14 рет, Аңсаған неше рет набивать етеді екен. 10. Еріктен астым. Садырханов Аңсаған өкінішке орай Ерасылға жетпей қалды, бірақ та Еріктен асты. Бірақ ол мақтанатындай зат емес.
құтты болсын саған. Менде бір Нормально. күшті информация бар. Мгм. Қазақстан 5-0 ұтылды. Осы жақында Қазақстан Түркменстанмен товарищеский матч өткізейін деп жатыр. Ал Түркменстан Ираннан 5-0 ұтылды. Ираннан 5-0 ұтылды. Сол 5-0 ұтылғандар өзіміз ол жиналып отырық қой. Енді не дейміз, Адиевке сборныйда қалуын тілейміз. Жігіттерге маусымда сәттілік. Иә, сәттілік. Келесі циклда жақсы формада, жақсы составпен жиналайық деген. Олардың да подкасттарын көріп, біз ұтуымыз керек еді бірде. Достар, шынымен не үшін біз қазақша сөйлеп жатырмыз, не үшін орысша сөйлеп жатқан жоқпыз. Біз қазақша сөйлеген тактикаларды түсіндіреміз ғой. Тек қазақтар түсінсін дейміз да. Тактиканың қазақшасы қандай? Тактиканың қазақшасы? Тактика. Қазақшасы тактика. Ойын жүйесі ма? Орыстар біздің тактиканы түсініп алып, сосын прям РПЛ дамып кетіп, ана жақта Россия чемпион мира болып, вообще керемес. Лучше өзіміздікі түсінсін. Сол үшін біз тек қазақша сөйлейміз сынайықта. Өте тамаша. Біз сол ойыннан кейін ұлттық құрамаға жанкүйер болуымызды тоқтатпаймыз. Әрине. Бізді Жоқ, главный Головкин сияқты оқылмасын. Головкинға бәрі болеть етіп жүрсе, бір поражениеден кейін ешкім болетпей қалды ғой, білесіңдер ма? Жоқ, мен болеть еттім, мен майқұдықтан. Жоқ, көбісі болетпей қалды. Біздің қазақтар сондай ғой, тек жаман нәрсені көреді ғой, көп болельщиктер. Ну, иә, самый ұнамайтын сол менде жеңіл қалған кезде сондай өте қатты хейт кетеді. Типа Қазақстанның именно сол болельщиктерінің сондай жаман. Иә. Ну, саған да жеңістер тілейміз айтпақшы онда. рахмет, брат. Хейт алып қалма. Мен де анда-санда жеңіп тұрамын. Енді Ерасылда бұйырса футболға жақында- қатысы бар айтпақшы. Ау? Ерасылдың да футболға қатысы бар. Кәдімгідей. Бұйырса жақында. Кстати, біз де өткенде SD Family-дан 5-0 ұтылғанбыз алғашпен. Сендер енді ұтыласыңдар ғой. Енді итак ұтылатын едіңдер ғой. Жоқ, брат, бізде просто Алишер Келгенбай запаста отырып қалды деп қуып жатсаң қалжың. Ол шықса 7-0 ұтылатын едіңдер ма? Алишер Келгенбай ұлттық құрамаға өтетін шығар скоро. Астанаға өтті. Алишер Келгенбай Астанаға өтті деген информация шықты. Амбассадор Шын болды. деп ойлайсыңдар ма? Амбассадор ғой. Жоқ, оны Амбассадор ма? Бабаян айтты ғой. Амбассадор. Бірінші күн типа пранк сияқты салды. Ой, мен сеніп қала беремін ондайларға. Молодец. Мен жаман Тамаша. Қазақстан ұтады дегенге сендім ғой мен даже. Оған бәріміз сендік. Оған бәріміз сендік. Әлі күнге дейін сенеміз. Жақында Қазақстан медиа футбол лигасы басталады. Осы кісілер ұйымдастырған. Адингізбет медиа футбол лигасы. Кісілер тұрмай да қалдың ба? Сол турнирде мен ойнаймын, сен ойнайсың бұйыртса. Ерік, сен қалайсың жалпы футболға? Бұйыртса стыковый матч болады ғой. Сол кезде Аяз деген клуб ойнайды. Аязға әлі Аяз тренировка деген бармадым клубта? әлі. Ойнап қалуым Медиа мүмкін. футболға енді кіріп жатқан клубтардың бірі. Бірақ мен Мединаға жатпайсың деді маған. Медиаға жаттың ба сен ойынша Ерік? Сен үйде жатсайшы. Неге мен футболды қатты ойнайтынын білесің ғой сен? Дворовый футбол ма? Жоқ, андай. Футбол емес, ол пионер болды шатастырады. Басқа бір. Пионер болды, баяғыда білесіңдер, пионер болды өте профессионально ойнайтын қыз. Негізі ол волейболдың кішкене допты ұстап тұратын түрі ғой. Допты бересің, ұстап тұрады. Америкалық 8-ші класстың балдар НБА-да ойнап, сөйтіп жүр. Біздікілер 10-ші класста пионер болып ойнап жүрсің ғой. Ал пионер бол, волейбол ойнай алмайтындар ойнайды соны. Допты ұстап тұрасың. Ужас. Бұйыртса басталады. Форма қалай? Жалпы ойнап жүрсің ба футбол, қаншалықты ойнап жүрсің? Мен қазір большой футбол ойнап жүрген жоқпын. Мини футбол, футзал ойнайды в основном. Ойыннан көрініп тұр ғой. Форма всегда жақсы ғой менде, брат, мен всегда тренировкадамын ғой. Бірақ именно футбольный опыт кішкене аздау. Большой футбол демекші, мен 24 жасыма дейін өмірімде большой футбол ойнамағам да. И бірінші большой футболым Астана аренада болған ғой. Мен сол матчты көру үшін Алматыдан Астанаға келгем. Именно сен матчты көру Біз үшін. ұттық еще, Я сендер ұттыңдар. Не то Мы что. настоящие друзья. И сол кезде не үшін біз большой футбол ойнамамыз, кішкентай кезімізде білесіңдер ма? Өйткені ондай поля жоқ еді ғой. Факт. Вообще большой футбол ойнағандар, ол только большой футболға қатысқандар ғана. Бізде ылғи воротаны ағаштармен бірдеңе құрастырып аламыз, бүйтіп аламыз. А большой полялардың бәрінде шөп өсіп кете беретін ғой, білесіңдер ма? Ворота жоқ, бүйтіп штанга ғана шығып тұрады, өйткені сондай шөп өсіп тұрады. Екі тас қойып тұрып, выше, не выше деп 2 сағат таласып тұрады. Но гол емес, гол деп Штанга. И соңында угловой беретін ғой солар. Сондай өмірімде большой футбол ойнадым. Бұйырса сол футболдың сызықтары бүйтіп былай осылай қисық болатын еді ғой. қалай сызғансыңдар сендер? Бізде нормально болатын. Бізде нормально, біз өзіміз. Оралда солай болған шығар. Оралда ма? Бізде урызым бар еді десең. Сол турнирда саған сәттілік, Рахмет. сәттілік тілейміз. Сен ойнамайсың ба ол кезде? Ол да ойнаймын бұйыртса. Ойнасаң болды. Бірақ ол кезде
мен қазір сәл салмақ қосқаным бар, 2 килограмм қостым да, ойнай алмай кетші қалдым. салмақ қостым деп айтпай ақ қойшы сен 2 килограмм деген. Ол салмақ емес ол деген. Салмакушка ма? Құсқа құссаң орнына келіп қаласың сен. Құсшы бауырым. Мен жүгіре алмаймын просто қазір қатты. Жүгіре алмайсың? Бұрын флеш едім ғой. Бұрын ба? Бұрын мен Ана өмірде ме? жоқ, осы өмірде. Қазір тез жүгіріп келейін ба ана жаққа дейін? Сөшіне қырып қойшы деп. Мен де кішкентай Подкаст көрдің ба? Сен байқамай қалдың деп. Осындай подкаст қылып жіберсең ше, инсайтты. Әзілге толы. Енді бұйыртса сол турнирде сәттілік. Алашта ойнайсың ба? Басқа ешқандай кетпейсің ба? Короче, Алаш походу жабылды. Скорее всего, мен де Аязға ойнаймын. Может быть, as the family шақырып қалуы мүмкін. Алаш жабылды ма не? Алаш, к сожалению. Осы as the Екінші рет family жабылды Алаш қазақ тарихында. as the family-дің Ерасыл шақырамыз дегеніне 1 жыл болды. Аңсаған, Энзо, as the family-дің ауыр кетіп қалды, мен де ойланып кеттім, не үшін өйтіп айттым деп, қиыпсаңдар еме. Жоқ, мен тарихты жақсы білемін. 17-20 Алаш партиясы. Жоқ, чем айттың, бірақ жабылды деген, ладно, айтайық. as the family-дің Ерасылды осы шақырамыз дегеніне 1 жылдай болды. Қашан шақырады деген сұрақ деп. Скоро тойлаймыз 1 жыл болған. Сен қашан қатты қорқынышты боласың, сол кезде шақырады ғой? Ема. Сен қорқытуың керек. Кстати, боец жоқ as the family деп білесің ба? Боец? Иә. Өйткені біз бәріміз боецпіз. Көтініш? Бізде боец Упучук ше. Боец деп тұр ғой саған. Упучук екеуін шығарып қойса, иә? Оң жақта. Анды кипиш болған кезде екеуі жетіп келеді ғой, иә? Болды ғой. Кипишта сендер всегда бровканың қасында тұрыңдар. Негізі бәріміз заменада отырамыз По бұйыртса. сути бар ғой, SD-да ойнасаң, негізі заменада отырасың көп, иә? Иә. Ну, блин. Но смотря мысалы үшін Астанадағы да біз Жеңіс екеуміз өте көп ойнадық. Өйткені медийныйлар аз да, и медийныйлар ойнай алатын дейтін екеуміз, мен бір таймда 20-25 ойнап беремін, ол 80 минуттан ойнап жүрді вообще. Жоқ, гол салып, ассист беріп сөйтіп жүрді ғой. Алаштың заменасынан кім ана as the family-дің заменасын отқан кішкене выгодно. Иә, өйткені всегда тамақ бар, қуанып жүресің, чемпион боласың ше. Сондай. Бұйырса күтеміз енді біздің командада. Дидаға звондап қояйын ба? Звондап қой. Енді бізде кішігірім рубрика. Иә. Мен қазір саған боецтерді көрсетемін, төбелесетін адамдар. Сен соларды қай футбол клубта ойнай алатын еді, типа жарасатын еді деген сияқты. Мысалы үшін сен Жетісуға келіп тұрсың таза. Деген сияқты ғой. Қатты келіп тұр ғой. Или Қайсар, иә. Қуат Хамитов мысалы үшін Қайратқа келеді деген сияқты ғой. Деген сияқты қазір мен көрсетемін. Және ол не үшін екенін айтып отсам болды, иә? Не үшін андай клубта ойнау керек деп айтамын, иә? Типа осындай позицияларын айтуыңа болады, вратар деген сияқты. Бірінші бізде боец Конор Макгрегор. Конор Макгрегор маған қатты ұнамайтын боец, значит бұл Барсада ойнау керек. Барсада? Қандай позицияда? Барсада жоқ. Воротада тұрсын тогда. Воротада тұрсын ба? Перчаткиін киіп алады как раз. Екінші бізде Дастин Порье. Дастин Порье, блин, жақсы көремін осы боецті. Тогда Реалға заменаға келсін да, короче. Четі бровкада көрсетеді. Бірақ Дастин Порье былай қарапсаң андай Вест Хэмда ойнайды. Сондай игрок. Английский. Вест Хэмда басымен салады. Үшінші міне Франсис Нганну. Пысыжы ғой, иә? Пысыжы ғой мынау. ПСЖ-ға келеді. Лионға келеді. Или Ливерпульге Ван Дейктің қасына қойып қоясың. Прикольно, сол Ливерпуль ғой. Ван Дейктің қасына, иә. Кеттік. Бізде келесі Джон Джонс. Қазақстанның сборныйына аласың. Да? Машина убийца ғой. Болды. Тамаша. Джон Джонс, қош келдің. Қош келдің. Келесі циклда күтеміз сені. Джон Джонс таңдай беретіндер бар ғой, UFC-ді төбелесіп. Сол. Ұзақ таңдап аяғымен тебетіндер. Ислам Махачев жақында ғана UFC чемпионы атанған. Бұлар футбол жақсы ойнайды. Pound to pound па, қалай айтушы еді? Сода бірінші орында тұр. Ислам. Больше Ахматқа келеді. Типа сондай названиясымен келіп қояйық па, әлде бәрібір? Жоқ, өзің қалай ойлайсың? Бұл мен білем, Роналдоның фанаты.
неде ойнасын, Аль Насрда. Аль Насрда сен күшті екенсің иә Аль Насрдың қасында нормально кішкене. тамаша. Аль Насрда өзі мұсылмандардың арасында бірге тоже молодец. күшті ораза ұстап бірге. Иә. Сол исламнан жеңілген Александр Волконовский. ойнамай ақ қойсын. ойнамай ақ қойсын дейді Волконовский Австралияның бір лигасын ойнап жүре берсін да. Андай футболмен ба бүйтіп аспанға лақтырады. Келесі өзіміздің Шавкат Рахмонов. Менде бір вариант бар, егер Айтшы. Ордабасыда ойнау керек сияқты. Прикольно. Ордабасыда Асхат, Бауыржан, Шавкат бәрі сөйтіп Темірлан қайдасыңдар деп өздері бірге тамақ ішіп. Давай, Ордабасы бол. Иә, ойыннан кейін или қайрат жастар ма Сакске баняға деген сияқты. Сөйтіп сондай сияқты. Геннадий Вау. Және Головкин. біздің Головкин. чемпион Геннадий Головкин деген ше, Геннадий Головкин. Қай Шахтер ма? Шахтер. Кена 3G Онис Караганды дейтін тамаша. Әнуар Нұрпейісовтің әні бар. Головкинді Шахтерға жібердің бе сен Иә. Енді сол жақтікі емес бұл. Егер европейский лигадан болса, Европейский Иә. лигадан болса, жоқ Ливерпуль алмайды маған. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтедте Иә. Рунидің орнында, иә? Рунидің Гол орнында. тастап бүйтеді. серияға ешқайсысы тамаша. кетпеді Ау? серияға ешқайсысы кетпеді Ешқайсысы кеткен жоқ. Енді Блин, давай Миланға жіберсек. Миланға жібереміз ба? Әдемі жарысатын сияқты, Күшті, Миланға. күшті, егер. күшті. Өзің қайда ойнаған келеді өзі? Реалдан басқа. Сен алмайды ғой Реал. Реал ма? Реал Сосидадта да алмайды сен. Реал Қазақстанда да Валикано да алмайды. Райо Валикано. is the family. ерасыл аңсаған екеуміздің түрімізге қарап мынау қайда ойнаушы еді деп айтар едім Ерік сен біліп тұрмын. қайда Норвич та. Или андай Салернитана ма сондай. Сен қалай дейсің? Жоқ, ойнап айтамын. Сенің түрің қарашы екен. Суық как. Болды. Сенің Байерге келіп тұрсың сен. ма рахмет брат Хайбе Алонсо қазір бірінші орында тұрсыңдар. Байерде андай киімге жауап бересің. Сценарийна. Байердің формасына жауап бересің. Ну, білмеймін, Байерге келетін сияқтысың. Или андай Брайтон деген сияқты сондай командалар болады ғой. бірақ менде қасым жоқ Холландтікіндей қасым слабый Да, онда Холланд Ситиға баршы айналайын. рахмет бауыр Түбі бір-бірімізге атып атыр. Өтірік нәрсе ғой. Бере берейікші. Маған да бір жақсы клуб бере салыңдар енді. От душиннан саған Ливерпульді бердім. Болды, рахмет. Ливерпульде ойнашы. Болды. Ливерпульде правозащитникпен ойнайын, иә? Брэдлидің орнына. Блин, правозащитник. егер ливерпульдің ұтылғанын қаласаң ойна чемпионшипқа шыққанын қаласаң Рахмет. Ерасыл, бүгінгі инсайт подкастына келгеніңе көп рахмет. Өзіңнің футболдан алыс екеніңді білдірттің десең. Алыс емес екеніңді, футболдан хабарың бар екенін білдірттің. Кешегі матчта да жанкүйер болып ішің ашығанын көріп отырмыз. Енді саған жеңістер тілейміз. Как біздің сборныйдың келесі циклындағы жеңістер сияқты. Рахмет. Сенің бойыңдағыдай онша емес судьялар түспесін. Дайындықтар аз болсын. Ойбай, көп болсын. Сен сопернигіңде дайындықтар аз болсын. Сондай тілек тілейміз. Чемпион бол. Үлкен ареналарда біздің көк туымызды желбірете бер. Антүші бәт. Біздің ұлттық құрамада желбірете берсін бұйыртса. Кейін әйтеуір Қуат Хамитов сияқты явный хейтер болып кетпе. Ағаңа ұқсап. Сосын Қуат Хамитовтың бэкграундын берсін. Қуат Хамитов десе СНГ-де бәрі уважать етеді ғой. ансаған білесің бе осы жерде не керек Ерасылға аплодисменты Көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі қонақ кім болсын, соны жазып кетіңіздер. Және ұлттық құрамаға не жетпейді, Адиевті қалдыру керек па, өз ойыңызды жазып кетіңіз. Сосын біздің подкаст туралы осындай рубрика қоссаңыздар, немесе бүйтсеңіздер деген сияқты өз ойларыңызды жазыңыздар. Біз кез келген ұсыныстарға иә деген жауаппен қараймыз, кейтке де жауап бере аламыз. Бүгін бізде қонақта болған Акрамбек Ерасыл және сіздердің сүйікті деп айтып кетейін уже жүргізушілеріңіз Еркін Нияз және Садырхан Маңсаған. Келесі инсайт подкастта жолыққанша аман сау болыңыздар. Тамаша айттым деп ойлаймын да соңында, иә? Өзім таңғалып қалдым.